iPhone зарядка алып жатқан жоқ. Жай ғана былай тақай саламыз. Зарядка алады. Керемет достар, бұл ең тиімділігі алыстан ақ магнит тартып тұрады екен. Міне. 2 зарядканы $1 сатып алдық. Магнит бит тақай саласыз, болды. Сотка зарядка алады. Жабыса қалады. Сәлем достар, керемет нұр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз посылка ашатын боламыз кезекті. Міне бізге мынандай посылка келді. Сіздермен бірге ашатын боламыз. Бұның бағасы бізде $1 екен. Міне бізге келген $1-ға. Бұның ішінде достар магниттік зарядка. Магниттік зарядканы кім біле бермейді, сіз бізбен бірге көресіздер. Ол не екен? Магниттік зарядка деген ол достар өте тиімді зарядка. Сіздің қуат көзіңізді біршама тиімдеп тұрады. Бұл сіздің смартфоныңызға арналған магниттік зарядка. Сіздермен бірге көп кідірмей ашайық тезірек. Ішінде не бар екен сіздермен бірге көрейік. Сатушы енді ішіне ешқандай қорғаныс қабатын салмаған, бір қапқа қайылдырып сала салған. Және де ішінде бізде ішінде жоқ. Бізге екі переходник USB кабелін салып жүрген. Міне біреуі сұр түсті, міне қарап отырсаңыздар, ал біреуі қалай айтсам болады, алтын түсті дейді ғой, золотистый екен. Және де бізге екі мынандай переходнигін салып жүрген, бөлек салып жүрген екен. Неге бөлек салғанын түсінбедім. Біреуі міне iPhone-ға арналған, және біреуі микро. Қазақша микро дегеніміз простой Samsung-ға арналған. Кімнің соткасы Type-C зарядка береді, оларға Type-C заказ беруге болады. Бір сөзбен бұл сатушыда 3 түрі де бар. Сіздермен тексеріп көрейік. Бірінші мынаны ашайық. Енді қаптамасы жақсы екен, өзінің фирмасының атын жазып қойған. Міне ашып көрейік достар. Ұзындығы бір 50 сантиметрдей болады. Одан да көп заказ беруге болады, өзіңізге байланысты. 1,5 2 метр заказ беруге болады. 3 метрлік зарядкалар да бар. Қаншалықты арақашықтықта қанша зарядка бергіңіз келеді, қанша метрда сонша бере аласыз. Мынау алтын түсті. Енді сыртқы қабат туралы не айтамыз? Сыртқы қабат туралы жақсы жасалған. Міне қараңыздар. Мынау жері материалдан жасалған. Және де бұның тағы бір плюсы достар, бұл тез зарядка береді. Мына жері жануға тиіс. Біз оны сіздермен бірге тексереміз. Бірінші жаққа қойдық, екіншісін ашып алайық. Екіншісі тура осындай достар, бірақ ол сұр түсті. Ұзындығы да осы размерде ғой деймін. Шатаспасам 50 сантиметрдей болады бұның да ұзындығы, бірақ бұның түсі сұр. Сұр түс көбіне енді ұдаралады деген ойдамын, ал алтын түсті көбіне қызаралады деген ойдамын. Бұның сырты металл араласқан материал, қараңыздар. Мынау қарасы металл түсті, металл тәрізді, ал мынау материал. Қазір бұны іс жүзінде тексереміз. Міне, мынау iPhone-ға арналған басы. Екінші басы бұл Samsung-ға арналған, простой Samsung. Міне қараңыздар, мынау простой Samsung-тікі. Бұны сіздермен біз іс жүзінде тексеретін боламыз. Бірінші тексеру үшін бірінші мына сұрынан бастайық. Бұларды жұмыс істеу принципін айта кетейін. Мысалы, мынаны өзіңіздің телефоныңызға тығып қоясыз. Ал мынаумен енді сіз ешқашан алмайсыз, телефоныңызда жүре береді. Мынаумен бүйтіп тарта қаласыз. Көрдіңіздер ме? Қараңыздар. Магниті арақашықтықта ұстайды, қараңыздар. Достар, керемет. Енді мынау магниті қатты жабысып достар. Мынау iPhone-ға арналған. Міне қараңыздар. Бұның тиімділігі неде дейсіздер ғой? Көбінесе мынау соткаларды алған кезде өздерінің зарядкалары мына сотканың мынандай жерінде тұратын жерлері көбінесе құртылады достар. Неге құртылады дейсіздер ғой? Өйткені біз зарядканы бүйтіп қозғай бергеннен түбіне ол түбі құртылады. Және де біз оны түбі құртылғаннан кейін біз оны жөндетуге апарамыз. Жөндету шамамен бір 3000-5000 теңгеге дейін барады. iPhone-да 5000 теңгеге дейін барады, ал қалған смартфондарда 3000-ға шейін барады. Және одан да жоғары баруы да мүмкін. Оны сіз 3000-ға жөндетпей-ақ мынандай магнит сатып аласыз. Мына магнит мына жерге тағасыз. Бітті. Одан кейін алмайсыз. Мына телефоныңызда, өзіңіздің телефоныңызда жүре береді. Тағылғаннан кейін жүре бересіз. Сотканы былай зарядкалайсыз. Қараңыздар. Сотканы былай магнит арқылы зарядкалайтын боласыз. Былай жабыса қалады. Және сіздің мына жеріңіз құртылмайтын болады біріншіден. Және де көп жұмыс істейтін болады. Қазір енді сіздермен бірге тексеріп көрейік, қалай зарядка беретіндігін. Ең қызығы, бұларда вилка салып жүрмейді екен. Бұны енді мынандай вилка блок питания бүкілінде бар деген ойдамын.
міне достар, қараңыздар, кімге көрініп тұр, мына жері жанады. Жанатын магниттік зарядқа бұл сіздің смартфоныңызды достар өте тез зарядкалауға мүмкіндік береді. Міне зарядкаға қосып келіп қаламыз мына түбін. Міне қараңыздар, зарядка алып жатыр. Телефонмен жұмыс істеу барысында автокөлікте келе жатып телефонға зарядкаға қыстырғыңыз келсе, жай ғана тақай саласыз. Бүйтіп тақай саласыз, болды. Сотка зарядка алады. Мысалы үшін үй жағдайында сізге сотканы тамақ істеп жатып немесе тез зарядкалау керек болса, сотканы былай қойып қоясыз, мынаны былай қарай жақындатасыз. Жай ғана жақындатасыз, өзі тартып алады. И сол мезетте сізде зарядка ала бастайды. Бұл керемет зат енді достар. Магниттік зарядка деп осыны айтыңыздар достар. Міне қараңыздар, керемет зарядка алынып тұр. Міне қараңыздар, бұлай бұрылуға да болады. Міне қараңыздар, қалай зарядка алынатын. Ең тиімділігі алыстан ақ магнит тартып тұрады екен. Міне айфонға арналған жаңағы басын тексеретін боламыз. Бұл сұр кабель кетті. Енді қазір жана ма жанбай ма сіздермен тексереміз. Жануға тиіс. Міне қараңыздар, жанды. Енді магниттік зарядканы түбін тексеретін боламыз. Мына түбін айфонға тығамыз. Түбін айфонға тықтық. Түбін айфонға тыққаннан кейін достар, қараңыздар, жай ғана магнит тақай саламыз. Магнит тақаған бетте зарядка ала бастайды. Бұл керемет достар. Айфон зарядка алып жатқан жоқ. Жай ғана былай тақай саламыз. Зарядка алады. Керемет достар, бұл. Сонымен қоса бұл сіздің смартфоныңызды басқа зарядкаларға қарағанда тез зарядкалап береді. Бұны үй жағдайында да, көлік жағдайында да, далада да, поwerbankпен зарядкаласаңыз да өте тиімді достар. Мынандайды өзін жеке заказ беруге болады. 5-6 штук заказ беріп қоясыз. Үйдегілердің бәріне телефонға тығып қоясыз. Ал мынандайды біреу ғана алуға болады. Және ол кезек-кезек зарядтай беруге болады. Мысалы былай ғой, мынау Samsung-ға арналған келе береді. Міне Samsung зарядкалап жатыр. Міне қараңыздар, енді қазір iPhone зарядкалаймыз. Міне iPhone зарядкалап жатыр. Осы магниттік зарядка сізге ұнаған болса достар, бұл зарядкаға сілтеме видеоның астында болады. Сол сілтеме арқылы өтіп зарядкаға заказ бере аласыз. Екі зарядканы $1 сатылады. Енді Type-C-мен алсақ $1,5 болады деген сөз. Кімде зарядкалармен проблема, осы видеоны жіберіңіздер достар. Осы видеолар міндетті түрде көрсін. Бұл зарядка арқылы жұмысын біршама жеңілдете алады. Видеоны аяғына шейін көргеніңе рахмет достым. Осы видео ұнаған болса, қандай да бір сізге бір көмегін тигізсе, видеоға лайк басып, каналымызға жазылып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар достар. Барлықтарыңа сәттілік достар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.